Қуыршақ. Әңгіменің соңы. Артынып тартынған автобус аялдамаға әрең жетті. Аурухана мен үйдің арасы ұзақ болғандықтан тынығып алуыңа болады. Айымның соңғы әрекеті есімнен кетпеді. Олар түнде көшеде тәндерін сатады екен. Масқара ғой бұл. Өмірге деген өкінішін қуыршақтарынан алып тұр ғой, байғұс қыз. Өз-өзіне қол жұмсауының сыры осында болып қой. Үйге келген соң да айымның бейнесі көз алдымнан кетпеді. Ауруханада берген қуыршағы есіме түсті. Осы қуыршақ қана ақылды, сен сақтап қойшы, кейін аламын. Қуыршаққа қарап отырып, балалық шағым есіме түсті. Япыр-ай, осынша жыл қуыршақты қалай сақтады екен. Балалық шақтан қалған ерекше естелік қой бұл. Қуыршақта бір мін жоқ, сол қалпы. Ал айымның тағдырында небір қорқынышты оқиғалар орын алды. Ойымды телефон үні бұзды. Ауруханадан екен. Айым мен апарып берген матаға асылып қалыпты. О, тоба, денем шымырлап кетті. Мен өз қолыммен досымды ажал тырнағына іліндірдім. Бекерге апарған екенмін сол шүберекті. Неге тыңдадым сені? Кешір мені, айым. Досымның денесін мәйітханадан алып шыққанда жаңбыр жауды. Аспанда айымды қимай тұрау шамасы. Ауық-ауық найзағай жарқ-жұрқ етеді. Шындықана терезесіне қарап ем. Ондағы науқастардың дені терезеден қолдарын бұлғап күліп тұр. Бір түрлі қуанышты сияқты. Бәлкім олар айыммен қоштасып тұрған болар. Жолда гүл сатып отырған орыс кемпірі жауынға налып гүлдерін жинап жатыр. Сатушы әжей енді айымның гүл сатып ала алмайтынын қайдан білсін. Біздің қаралы көш айымды жерлеуге ауылға аттанды. Қош менің қуыршақ досым.